Сәлем достар, Excel'дегі фильтр функциясын қалай қолданамыз және ол неге маңызды? Мен жұмыста фильтр функциясын әрдайым қолданамын, себебі ол өте ыңғайлы. Қазір көрсетейін достар. Мысалы, қазір менде экранда данныйлар бар да, адамның аттары, жастары, қаласы, мамандығы және жұмыс тәжірибесі. Бұл жерде мысалы 100 строка бар. Бірақ осындай үлкен данныйлармен жұмыс жасағанда сізге іріктеу, фильтр қылу қиын болуы мүмкін. Мысалы, сізге айталық Алматы және Астанадағы инженерлер керек. Сіз оны табу үшін сіз мысалы қолмен іріктеп отыруыңыз мүмкін. Мысалы міне Алматы, қарайсыз, көзбен қарайсыз, бүйтіп, допустим, копировать етесіз новый листке. Сіз осылай істейсіз деп тұрған жоқпын, бірақ дым білмейтіндер осылай істеуі мүмкін. Сосын мысалы келесің, қарайсыз, так, Алматы қайда, міне Алматы, так, Алматы, мінекей Алматы деп бүйтіп бір-бірлеп отыруыңыз мүмкін да, көп уақыт алады. Сіз сортировка арқылы тезірек істесеңіз болады, бірақ одан да ең ыңғайлы жол ол фильтр қолдану. Фильтр қолдану үшін міне Excel'де главное сосын данные деген жерге басасыз да, таңдап аласыз, қай колонкаларға фильтр жасайсыз. Содан кейін барып фильтр басасыз. Фильтр басқаннан кейін мына жерде сізде осындай кнопка шығады. Мысалы, қаланың фильтрін қосу үшін кнопкаға басасыз да, мынаны басасыз, сосын тек қана Алматы мен Астана таңдайсыз. Окей дейсіз, мінекей. Сізде тек қана Алматы мен Астанадағы адамдар шыға келді. Бұл өте ыңғайлы достар. Еще төменде сізге айтып тұрады, мінекей. 32 адам дейді да, міне. 100 адамнан 32-сі Алматы мен Астананыкі дейді. Одан бөлек сіз тағы да ішіне кірсеңіз болады. Мысалы, Алматы мен Астанада плюс мамандықтары бізге инженер керек. Инженерді ғана таңдаймыз. Сол кезде міне тек қана 4 адам шықты. Санында көрсетіп тұр, 4 адам 100-ден. Осындай фильтр деген өте керемет функция бар. Білмеген болсаңыз қолданыңыз. Осылай қолданады, ешқандай қиындығы жоқ. Бүкіл фильтрді қайтадан тазарту үшін мына жерге басасыз да, очистить дейсіз. Сол кезде фильтрдің бағанағы условиялар бәрі кетіп қалады. Сізде бүкіл 100 запись көрінетін болады. Осылай сіз Excel'дегі фильтр функциясын қолдансаңыз болады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Парақшама тіркеліңіз. Сау болыңыз. Келесі видеода көріскенше.